Ары қарай мотивация беретін. Все, мен запись қостым. Гүлжахан бар екен ғой. Гүлжахан, давайте клуб 1000-ні сіз айтыңыз. Гүлайым екеуіңіз айтып беріңіздер. Сосын ары қарай біз жалғастырамыз. Микрофон. Мен айтайын. Мен айтайын ба, Гүлжахан? Сіз айтасыздар енді. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Бала шағамнан қашып былай отырайын. Ал. Сіздегі даусым естіліп тұр ма? Иә. Сендердің дауыс шықпай қалды ғой маған. Сізді естіп тұрмыз. Ақбота даусың шықпай тұр ғой. Да? Нет, нам слышно. Болды. Басшы берем ғой мына жерін. Так, бізде клуб 1000 бағдарламасы бар. Ол жерде клуб 1000-ні командамен жинаса да болады. Клуб 1000-ні. Кеше оны Ақбота айтып кетті ғой, клуб 1000-ні. Меня слышно, Анара? Я вас вижу только. Біз кеше нені айттық қой? Клуб 1000-ні де айттық, но бірақ біз нені айттық қой? Біз кеше бонус наставник айттық, не айттық кеше? Жарайды, айтайын. Айтыңыз, это песни не будет. Болды, не нақты кетшін, балдарым мен. Так, клуб 1000-да біздер клуб 1000-ні жеке товар оборотымыз өзіміздің минимум бизнес партнерлар 200 балл жасау керек. Клуб 1000-ні командамен жинасақ та болады. Тек қана командамен болғанда өзіміздің клиенттерімізбенен бірге қосылған товарный оборот жасалады. Бизнес партнерлардың балы бізге қосылмайды. Біз өзіміз бірге клиенттерменен жинаған клуб 1000 бір жыл давамында 1000 балдан құлап қалмай отырсақ, бізге компания әр квартал сайын сертификат беріп отырады. Алдағы 3 айда 1000 балдан құлап қалмай 3 ай жасап отырсақ, компания біздерге 40 000 теңгенің сертификатын береді. 1000 балл дегеніміз бізде 262 000 теңгенің товар обороты, айлығыңыз 50 000-нан асады, 50 000-нан жоғары болады. Ай сайын 1000 балл жасап отыру керек, құлап қалмау керек. Жоғары көтерілсеңіз болады, бірақ 1000 балдан төмен болмау керек. Алдағы 3 айда құлап қалмағаныңыз үшін компания сізге 40 000 теңге сертификат береді. Одан ары қарай 6 айда сіз осы клуб 1000-дан құлап қалмағаныңыз үшін компания сізге 80 000 теңгенің сертификатын береді. Ол сертификатқа сіз кез келген өнімді компаниядан бесплатно ала аласыз. Просто так бесплатно береді компания сіздерге. Ары қарай 10 айда осы клуб 1000-ні ұстап тұрсаңыз, компания сізге 150 000 теңгенің сертификатын береді. 12 ай сіз клуб 1000-ді ұстап тұрсаңыз, сізге компания 225 000 теңгенің сертификатын береді. 225 000 теңгеге сіз кез келген өзіңізге өнімді компаниядан тегін ала аласыз. Міне біздегі осындай клуб 1000 бағдарламасы бар. Одан ары қарай сіздің товарный оборотыңыз өскен сайын сертификаттың бағасы өсе береді. Бұл пока 1000, кеше 200-ді айттық, бүгін клуб 1000-ның сертификаттары осындай міне. Рахмет. Гүлайым, қосатын нәрсеңіз бар ма? Клуб 1000 деген сіз 1000 балл товар оборот деген ол негізінде алғашқы айдан бастап жасаса да болады. Жаңа Гүлжахан апай айтып кетті ғой. 1000 балл товар оборот деген өзіңіздің күнделікті сатылымнан бөлек, наставнический бонустарыңыздан бөлек, ол 12% қосымша доход. Мысалы, сіз БТ 1000 балл болдыңыз, өзіңіз саттыңыз ба, партнерларыңызбен, клиенттеріңізбен бірігіп жасадыңыз ба, разница жоқ. Әрбір айдың аяғында
БТ 1000 үшін 12% товар оборот үстеме ақы төленеді. Бонус наставникадан бөлек ол, және өзіңіздің жаңағы сатылымнан товар оборотыңыздан бөлек, кэшбэктарыңыздан бөлек 12% тағы да үстеме ақы төленеді. Уже осы БТ 1000 деген уже ол ранг. Сол рангтан бастап белгілі бір процентке шығасыз. Бұрын енді БТ 500 болғанда 8% тауар айналым үшін қосымша үстеме ақы төлейтін еді, ал БТ 1000 үшін 12% тағы аласыз. Допустим, сіздің жаңағы 262 мың теңгеге товар оборот құралатын болса, общий командамен бірге, айдың соңында сіз сол 25-26 мың теңге үстеме ақы тағы да аласыз. 12%. 262 мыңнан, мысалы, 12%-іңізді аласыз тағы да. Түсінікті болды ғой, иә? Ал енді мына жерде мысалы қараңыз да, Айнагүл, вот Назым, сіздер 1000-ға жеткен жоқсыздар ғой әлі, да, мысалы да. Вот осы клуб 1000-ның сіздер құндылығын білмей атсыздар. Неге жетпей атсыздар? Жетпейтін қыздар еместер ғой, тақылдап қалған тілдеріңіз бар, көз десе көздеріңіз бар, ми десе миларыңыз бар, вообще, вот екеуіңіз де 1000-ды әшейін шайшып отырып жасайтын қыздарсыздар ғой, потому что просто құндылығын түсінбей атсыздар, наверное, да? Күләш апай уже 1500 жасады, иә? 1300 болып тұр. Бірақ осы екі күнде ала қаласа 1500 болатын сияқты, 2-3 күндікте. Себебі ол дейтін ол кісі, мысалы, біреу офлайн жасауы мүмкін, біреу онлайн жасауы мүмкін. Күләш апай әзірге енді офлайн методиканы таңдап отыр, себебі маған сол жеңіл дейді. Бұл кісі ешқандай қиналмастан жалғыз өзі ешкім шақырмай-ақ жасады. Потому что, смотрите, где у вас общения много, ең алдымен біз негізі жылы кругпен жасаймыз ғой. Бұл кісінің общениесі бар ғой, бұл кісінің магазині бар, күнде ана контактирует адамдармен, да? Бізде енді үйде отырғаннан кейін, мысалға, үйде отырған қыздар, мысалға, не контактирует, біз поэтому телефон арқылы. И то телефонның өзінде біз бастаған кезде, алғашқыда біз телефонымыздағы контакттардан бастаймыз ғой. Бізге қайдан адам табамыз, мысалға, алғашқыда. С телефона же все начинается. А Күләш апай енді живой контактта жүрген адам ғой, күнде өзінің белгілі бір объектте жүреді ол кісі. То поэтому у нее вот так вот хорошо получается. Так, енді қараңыздар. Назым, қай Назым мына жерде отырған? Дәліздің орнында одан негізі артық не бар? Все, дальше кеттік онда. Енді біз кішкене күнделікті маркетинг айтып, сосын аяқ жағында кішкене мотивационный программаларды қосып отырамыз дегенбіз, иә? Бүгін енді біз миллионер сетевом деген әңгімені айтайын сіздерге. Жалпы негізі именно осы тренингті мен осы басқа компанияда жүрген кезде мықты кәдімгі бір жылдың ішінде интернациональный деген сөз, ол біздің рубиновый бизнес лидер деген сөз, иә? Сондай дәрежеге жеткен қыздың тренингі өте күшті негізі, вообще супер. Ол қыз уже қазір чек номер 1 уже өзінің компаниясында. И қараңыздар да, сол қыздың айтқан осы бір сөзі тренингін мен алған болатын, өте керемет маған әсер етті мысалға да. Қараңыздар, миллионер сетевом деген вообще негізі бұл образ. Ең алдымен біз, мен кешеде айтқан болатын, иә? Ең алдымен біз образға кіріп үйренуіміз керекпіз, иә? Сол образды создавать ету керекпіз. Егер де сіз қазіргі табысыңыз 100 000 теңге болса, миллионды миыңызға сыйғызбай атсаңыз, просто образ сделайте, образно, да? Вот біздің бар бәле басымызда негізі бар ғой. Потому что қараңыздар да, мен мысалы, мен де мысалға қазіргі жағдайыммен келген жоқпын ғой бұл жерге мысалға да. Сол үшін бәріміздің точка А-мыз бар, бастап атқанда точка А. И точка Б, мысалға, точка Б бітпейді, точка А мен Б негізі бітпейді екен. Мысалға, мен бизнесті бастаған кезде, менің точка А, менде ол кезде 53 000 теңге болатын. Пособие алып отырдым ғой, мен жұмыс істеген жоқпын ғой. Тек сол пособие алғанда маған келетін доход, менде доходым қанша точка А деген кезде 53 000 деген болатын болса. Потому что 53 000 на то время мен Халық банктан алатын. Басқа ешқандай доходым болған жоқ осы бизнес бастағанда.
Қазір мысалға сол точка А-дан мен мысалға бірінші точка Б, бірінші аялдамам менің 500 мың болды. 53-тен 500-ге секіруім керек болды. Екінші аялдамам 500-ден миллионға секіруім керек болды. Одан кейінгі аялдама миллионнан 2 миллионға. Қазір мен 2 миллионнан 4 миллионға секіріп жатырмын. Мысалға да, всегда есть точка А и точка Б. Без этого никак олай біз жұмыс жасай алмаймыз. Мысалы, қараңыздар да, біздің в нашем положении вообрази, что ты Руби бизнес-лидер. Руби бизнес-лидер деген қандай маркетингті ашып қарайсыздар да, Руби бизнес-лидер болсам, менің өмірімде не өзгереді? Соны кәдімгідей жазыңыздар. Мен всегда айтам, жазыңыздар. Потому что мен көріп отырсам, постоянно мына жерде, өткенде де мысалға үйге келген қыздар көріп отырмын, мына жерде де блокнот, ана жерде де блокнот, бүкіл жерде блокнот. Не келеді, мен жазам. Даже менің ойыма бірдеме келе ма, мен соны жазып алмай жатырмын ба, мен сразу ана өзімнің каналым бар, ашып қойған WhatsApp-та, мен сразу WhatsApp-қа шығамдағы аудионы жазып аламын. Потому что мысли могут потеряться. Бірдеңе болып қалады, біреу бірдеңе айтады да, анау ойың сенің бөлініп кетеді да. Сол себепті ойды всегда, кеше мен айттым ғой, автопилотпен өмір сүрсеңіздер деп, иә? Стоп деген нәрсені қойыңыздар деп. Автопилот это очень опасный нәрсе. Автопилотпен біз өміріміз кете береді. Каждый день одно и то же, сол автопилотта жүрміз да, бәріміз да. Стоп деп арасында кішкене стоп жасап бизнеске кәдімгідей бұрылып тұрыңыздар. Енді қараңыздар, сіздер Руби бизнес-лидер деген осы Сайберин Wellness-та Руби бизнес-лидерді табасыздар. Руби бизнес-лидерге кәдімгідей көңіл бөлесіздер. Руби бизнес-лидердің зарплатасы қандай? Біздегі рубиновый, мен сіздерге жібердім ғой анау нені завтрак с миллионером дегенді, иә? Сол жерден қараңыздар. Именно мынандай несін қарап отырыңыздар да, телеграмнан, сол каналдың. Руби бизнес-лидер деген адамның выступленияларын қараңыздар. Что до и после өмірлері қалай өзгерді? Прям изучать етіңіздер. Мысалға, өткенде бір кісі жазып не болды, иә? Вебинарда айтып жатыр да. Мен всегда телевизордан Сочиді қарайтын деп, да, Сочи, у моря я хотела жить. Тут у моря она дом купила. Руби бизнес-лидерлердің өмірлері қалай өзгеріп жатыр? Вот соны сіздер көру керексіздер. И соны представлять ету керексіздер. И мен де өмірім мысалға осылай өзгерсе, иә? Енді қараңыз, егер сіз сенбесеңіз, иә, 100%-ға сол жерге жететініңізге маркетинг бойынша қарап сене алмасаңыз, 100% сенім болмаса сізде, 100% және де мен сол жерге жетем деп мақсат болмаса, сіздер жасамайсыздар. Вы на 100% не будете делать. Сіздер жасайсыздар, но бірақ 100%-ға жасамайсыздар. 100% жасау үшін 100% сенім керек. 100% сенім керек болу үшін біз сол воображение керек бізге. А ол воображениені біз алу үшін маркетингті қарап сол жерде қаншалықты ақша бар, мен соншалықты ақша түсіп тұрса, менің картама, менің өмірім қалай өзгереді, және де осы Руби бизнес-лидерде өзгеріп жатқан адамдардың өмірін көру керек. Вот. Одан кейін бір жылға мақсат қою, иә, бір жылға біз мысалға реально мен профессионал болам, профи болам деп айтатын болсаңыздар, сол бір жылға сіз егер де жететініңізге өзіңіз сенбесеңіз, сіз жетпейсіз жерге. Вы потому что на 100% не будете делать. Сіз уже 360 күнні мен уже бір күнім өтті, 2 күнім өтті, бір аптам өтіп кетті, уже 10 күнім өтіп кетті деп жұмыс жасамайсыздар. Сіздер келесі понедельник, келесі айда боран бітсін, аяз бітсін, айт бітсін, ораза бітсін, май бітсін деп отыра бересіздер. В ожидании не живите. Вообще, ожиданиеда өмір сүріп жатқан, мен айналамда адамдар былай. Вообще, нифига да өмірі өзгеріп жатқан. Ожидание деген нәрсені, автопилот деген нәрсені өшіріңіздер. Өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келсе. Реально технология бар, сол технология бойынша өздеріңіз өзгертесіздер өмірлеріңізді. Ешкім өзгертпейді. Ешкім өзгертпейді. Вот енді қараңыздар да, сіз егер реально өзіңіз сенетін болсаңыз, бір жылда профессионал болатыныңызға, сол 100% сіз беріліп жұмыс істейсіз. А если сіз сенбесеңіз, сіз 100% беріліп жұмыс жасамайсыз. Мысалы, қараңыздар да, Маролан Сейсенбай, мысалы, бәрі біледі ол кісіні. Қанша рет, 5 рет па, 6 рет па банкрот болған. Мысалы, да? Банкрот болған, ол миллиардер, долларовый миллиардер, біздің Қазақстанның ең бірінші номер 1 мужчинасы, иә, мысалға, да? Енді қараңыздар да, сол кісі 0-мен қалып кеткен кезде, вот, қанша рет 0-де қалады, сонша ол көтеріледі. Сразу 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылда уже өзінің состояниесіне жетіп алады. Енді қараңыздар да, а бізде мынандай нәрсе бар. Біз либо өзімізге сенбейміз, либо біз падениедан қорқамыз. Мен сол нәрсеге жетіп, а вдруг мен түсіп қалам деген падение бар да.
бізде да, мысалға падениені көтермей кеткен қыздар бар ғой, менде мысалға болды ғой, 5000 балл жауып отырып, короче, 5000 балл жауып отырады да, бір қыз 2,5-ға түсіп қалады. 2,5-ға түседі дағы депрессияға түсіп кетеді дағы 1000-ға түсіп қалады да, сосын вообще кетіп қалады. Сөйтеді да Мариан Хелсқа барады да, до сих пор Мариан Хелста әлі 500 баллмен отыр. Мысалға да, мысалы. Вот, хотя она могла бы здесь удержаться. А оның артындағы, осы біздің ортамызда партнерлар отыр, ол қыздың артындағы партнерлары қазір 2,5-нан, 3,5-нан балл жауып отыр. Ойлаңыздаршы, мысалға да, она бы могла бы здесь свою команду делать. Мысалы да, қазір 5000-10 000 болып отыратын еді. Вот, это о чем говорит? Это о том говорит, что человек боится падения. Ана жақты визуализировать етеді, барады сол жерге, но бірақ сол падениядан қорқады. Төменге түсіп қалсам ше, лучше мен бір түсіп тұрмегенше осы жерде тұра берейін деген сондай, лучше не надо деген сондай бір нәрсе келеді да. Ол ана кеше мен айттым ғой, договаривайтесь сами с собой. Ана ішіңіздегі маленький я, мысалға да, сол сізді жібермей атқан, басқа ешкім емес. Сол сияқты, мысал қараңыздар, сіздер марафонға қатысасыздар, я? Андай, күшті марафоншылар болады ғой бір. Постоянно марафонға қатысады, андай жүгіретін марафонға қатысады ғой, білесіздер ма? Сондай марафонда мысалға да, сіздер марафонға қатысасыздар, бірақ сіз 100% білесіз, сіз просто қатысушысыз, сіз новичоксыз, сіз енді келдіңіз, я? Но сіз білесіз, ол жерден сіз жеңіп шықпайтыныңызды 100% біліп тұрсыз да? Вы на 100% будете бегать? Будете? Вы же не будете бегать. Потому что сіз айтасыз, мен бәрі бірінші орын алмаймын ол жерде. Мен просто участник этого марафона. И если вы в бизнесе тоже пришли просто попробовать, просто поучаствовать, извините меня, миллиондар таппайсыздар. Сіздер сол марафонның ана алдындағы адамдардан сабақ алып, сол сабақты жасап, повторять етіп, дубликация жасау арқылы ғана жетесіздер жеңіске. А соны сіз любой может стать любым. Ана марафонның алдында жүрген, жеңіп жүрген адамнан барып сұрасаңыздар, сіздерге айтады, да, мен де сіз сияқты осылай 120 килограмм болып келгем. Да, я тоже так начинала, бір жылдан андай результат жасадым, 2 жылдан андай, мен уже міне 5 жыл болды, я все время впереди деп айтады. Почему? Потому что человек работал с собой, он выращивал себя, он не смотрел на кого-то и не завидовал, он не смотрел на кого-то и не сравнивал себя с кем-то, он сам с собой работал. Понимаете? Второе, я надеюсь, вы меня понимаете. Сол сияқты, если сіздер хотите, на 100% поверьте сначала, потом на 100% включайтесь и действуйте. Потому что басқа бізде шанс жоқ. Бір жылдың ішінде профессионал лидер болуға болады. Барлықтарыңыз мүмкіншіліктер бар. Просто на 100% подключайтесь. Вот честно, вот мен сіздерге міне, мен өтірік айтпаймын, міне Бағдат ападан сұрайық, я? Міне мысалға Гүлайымнан сұрайық, я? 100% жұмыс жасағанда сіздер результат қалай көрсетесіздер? Вот Бағдат апа, 100% жұмыс жасап атқаныңызға бір 3-4 ай болды ғой, я? Шынымен. А до этого сіз әшейін марафонның қатысушысы болдыңыз, я? Шын ғой мен, мысалы, мен көріп отырмын ғой сіздерді мысалға, да? Потому что, я Бағдат ападан андай кездері болған, менде той басында ауырта бермеш деген кездері болған, я? Болды, потому что она была просто участником. Менде депрессия деген кездері болды. Гүлайымның болмады ма не, я вру, что ли? Болды. Білмеймін, менде депрессия деп отырған кездері болды. Да? Но она говорила, что менде депрессия, но я все равно работаю. Да, она работала, она как қатысушы ретінде марафонның, да? А когда вы принимаете решение, мен 5000 балл жабам, мен 10 000 балл жабам деп өздеріңіз бәр күштеріңізді салып 100% берілген кезде, клиент келе ма? Партнер келе ма? Келеді, я? Правда же это? Или я вру? Рас қой? Вот поэтому қараңыздар сіздер өздеріңізге, я? Себя выращивайте, өздеріңізді выращивать етіңіздер. На 100% жұмыс жасау үшін не керек маған? Не дұрыс болмай жатыр? Қай жерім храмат етіп жатыр? Мынау пушканы ату үшін қандай мылтық керек маған? Мына пушканы ату үшін не жағуым керек мен? Вот просто сол нәрсеге қарай өзімізді талпындыру керекпіз, да? Вот сол кезде ғана бізде болады. Вот сол кезде только тогда получается. Даже қараңыздар, да? Сіздердің цельдарыңыз үлкен болмаса, мысалға, да? Мен бір жылда профессионал болам, мен бір жылда лидер болам деген цель болмаса, мысалы, да? Мен қойдым ғой цель мысалға, да? Мен қараңыздар, да? Ирина Козуб екеуміз сөйлестік.
мен ол кезде даже 1000 емеспін. Мен бітір 1000 жапқан кезім, білесіздер ма, сентябрьде жаптым мен. А бірақ июльде Ирина Кузов маған бүйтіп тұрып схемасы берді. Июльде, потому что ол машина алып келді июньде. Сөйтіп машинасын көрсетті, сөйтіп машина туралы презентация жасады, сөйтіп ол уже я заболела этой темой. Мен әлі 500 балда отырмын, но бірақ мен өзіме алдағы жарты жылдықта профессионал болам деген цель, это очень большая цель. Для меня это была очень большая цель. Но бірақ я поверила в это. Мен анау ақ джипті көрген кезде болды, я все болела этим джипом. Я во сне ездила на этом джипе, понимаете? Мен қазір ақ джип қой, мен жүрген мысалға, да? Сол именно еще Hyundai ол кісі Hyundai алды ғой тоже. Hyundai'дың басқа түрін алды, мен басқа түрін алдым просто. Енді қараңыздар, да? Бізде большая цель болған кезде, бізде большие действия болады. Бізде үлкен результат болады. А если әчейін, я просто участник этого марафона. Мен қайдана марафон алдына шығуға? Мен просто арт жағында бүйтіп, пристав көруге келдім. Қандай адамдарына жүреді? Мен сияқты адамдар ма, или мен сияқты емес па деп, да? Вот сол сияқты сіздер участник болмаңыздар. Прям на 100%. Көріп тұрсыздар ма цельді? Все. Соны алуға, да? Шанс не упускайте. Возможно, это ваш последний шанс. Я всегда так себе делаю. Возможно, это мой последний шанс, да? Кәдімгідей, менің ең соңғы шансым шығар мүмкін. Я все должна сделать. Көріп тұрмын ғой ақшам. Рубиновый бизнес-лидер болсам, қанша табатынды көріп тұрмын. Қалай өмірім өзгеретінін көріп тұрмын. Өмір өзгеріп жатқан адамдарды көріп тұрмын. Ну, мен болам обязательно, но Рубин болу үшін мен бірінші профессионал болу керекпін. Профессионал болғаннан кейін мен бір жылдан кейін лидер болам. Лидер болғаннан кейін мен бір жылдан кейін сапер болам. Одан кейін мен Рубин болам, мен по-любому болады екен. Да? Мелкими шагами біз сол жерге барамыз. Если у вас большая цель будет, у вас будет и действия большие, конкретные на 100%, и результат тоже будет на все 100. Сол үшін үлкен болу керек. Мысалы, қараңыздар, да? Қанша капан алайықшы, да? Не деді кеше? Айтты ғой, мен қазір көп жерге бармаймын деді. Ол потому что оның цели бар. Она хочет 10 000 закрыть. Она хочет 20 000 закрыть, потому что ол көзімен көріп отыр біздерді, анарды, я, сөйтіп айтып отыр, істей алам мен, 5000 шыққан жерден, значит, 10.000 шығады, 10.000 шыққан жерден, значит, 20.000 шығады деп, ол уже айтады, да, мен ешқайда бармаймын, менде ответственность, мен көп уақытымды осы жерге 100% беріліп, қазір кәдімгідей жұмыс жасап жатырмын дейді, я? Вот, көрдіңіздер ма? Потому что она уже поменяла, уақытын бизнеске көбірек жіберіп жатыр, я? И міне, мысалы, да, Бағат апа, қазір мысалға, міне, соңғы неделяда ол кісі күнде 300-500 балл жауып отыр. Білмеймін, қақтан жауып отқан жабады, потому что таңертеңнен кешке дейін телефонда отырады, потому что она на 100% подключилась, потому что она хочет 10 закрыть, понимаете? Потому что есть цель, и соған қарай уже біз жұмыс жасап жатырмыз. Вот, а цель жоқ болса, ну ладно, мен марафон қатысушысымын, просто нет, мен әші көруге келгенмін десе, көріп жүретін еді мысалға шет жағында, я? А ол кісі қазір ешқаққа шығып жатқан жоқ, қазір ешқандай тойға барып жатқан жоқ, қазір үйде отырып, интернеті жоқ болып қалса шиқылдап кетеді, интернетсіз қалдым мен деп. Неге? Потому что у нее есть цель, она на эту цель работает. Поэтому, да, успешный адамдар шансты жібермейді. Шанстарыңызды жібермеңіздер. 1000 шыққан жерден 2000 шығады, 2000 шыққан жерден 3000 шығады, 3000 шыққан жерден 15000 шығады, 15000 шыққан жерден 40.000 шығады. Сол үшін кәдімгідей надо работать. Енді қараңыздар, да, просто біздің, может быть, установкаларымыз дұрыс емес шығар. Сіздер просто өздеріңіз көздеріңізді жұмып елестетіңіздер. Просто көздеріңізді жұмыңыздар, да, просто елестетіңіздер, сетевик әйел деген вообще кім, кто это? Вот микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар да болады. Кто такой, вот көзіңізді жұмып, просто вот себе представьте, кто такой сетевик женщина. Можете быстро у жерде ответить, у нас 10 минут осталось. Кім? Сетевик әйел кім? Кто приходит? Какой образ? Гуляем. Мен бұрын ойлайтын едім, сетевик дегенде, мына сумка, біз базарда көп жүреді ғой сетевиктер. Вот, міне, көрдіңіздер ма? Образ сетевика у нее, да. Енді осы образ, қазір қалай ойлайсыз? А мен ол жерде өзімше умничать еттім да, мен өйтіп жүрмеймін, магазиннің алдына столик жайып қойым да, прям сол жерде сатам деп, солай жасап жүрдім мен. Ол да дұрыс емес, көрдіңіз ба? Значит, сіз өзіңізге представлять етесіз. Базарская женщина. Мен сетевик деген кезде, мен мысалға, гуляйым көзіңізге кім елестеді, тез айтыңызшы.
Сетевик дегенде офиста отыратын адамдардың барлығы соған барып атат, бір жерлерден визиткаларын тауып. Вот, установка правильная. Бағдат апа, сетевик әйел деген қандай әйел? Сетевик деген сондай көп білетін, осы өзіміздің жасап атқан бизнесімізді керемет жүргізе алады. Сахнаға шығып сөйлейді. Вот, көрдіңіздер ма? Міне, вот, айырмашылық қайда жатыр. Біз сетевик деген кім деген кезде көзімізге көбінесе андай базарда жүрген, андай блокнот сағат аласың ба, искеп көр, бүйтіп көр, мастер-классқа келіп бетіңе жағам, бүйтем, сөйтем, сондай адамдар елестеп кетеді, да? А если, не қараңыздар, міне 5 мың, 10 мың жауып атқан адамдар не айтып жатыр? Сетевик деген сахнада отыратын адам, сетевик деген офиста отыратын адам, сетевик деген көп білетін адам, білімі бар деп отыр, да? Вот, образ надо поменять вам. Просто, да? Содан кейін, мысалға, сіздер көздеріңізді жұмып көп ақша елестетіңіздер. Тоже такая техника очень классная, да? Мысалы, көзіңізді жұмып көп ақша елестеткенде, мысалы, мен столдың қарама-қарсы отырмын, қаншалықты ақша елестейді сіздерге? Бір сумка, бір кошелек, бір блокнот сияқты, қаншалықты, гуляем көзіңізге қанша ақша елестейді? Много денег, это сколько? Мен всегда как будто 5 миллион келетін сияқты болады да тұрады. 5 миллион қандай болады примерно? Қанша сантиметр на жерге бет салсам? 5 миллион деген 20 пачка ақша. Вот. 10 мыңдықтан дегенде. Бағдат апа қандай сума келеді? Мен енді ойлаймын да, енді қазір вообще қолымызда ақша жоқ қой. Көзіме доллар елестейді, доллар. Вот, міне, рубин болатын адамдар, вот. Вот, видите, бізде просто көп ақша деген кезде, көп адамдарға белгілі бір сумалар ғана келеді, да, мысалға, да, и сол сумаға қарай біздің миымыз соған сенеді деген сөз, значит. Если оған сенбей атса, сіздерге мынандай доллар келмей атса, 20 пачка 10 мыңдық келмей атса, если не принимаю деп атса, миларыңыз. Алдында сіз айттыңыз ғой, қайсы бір рубин бизнесті айтқан жоқсыз ба? Пиздец, ақша бітпейді деп. Вот сол маған елестейді, ақша бітпейді. Жұмсап үлгере алмайым, күнде шоппинг, күнде анау бітпейді. Оны Гүлшат Мұстафина айтқан. Ол сөзді Гүлшат Мұстафина айтқан негізі. Сол елестеп қоймайтын мен, сонымен қалмайтын. Мен үйді айтсам деп. Если мына жерде басқа отырғандарға сондай сумалар елестемесе, Мадина терлеп жатыр. Елестемесе, значит, сіздер біздің глобал бизнес лидердағы доходты анау алатын 150 миллионды көздеріңіздің алдарына елестетіңіздер. 150 миллион деген қанша пачка 10 мыңдықпен, қанша пачка 20 мыңдықпен Google-ға гуглить етіңіздер. Сөйтіп, точно, если вы будете знать, какого цвета, какой доллар, 100 долларлықтан қанша пачка, или на гуляем сияқты 20 пачка 10 мың теңгелік, вот если вы точную сумму будете знать, и сол нәрсені елестете беретін болсаңыздар, и сол ақша бар ғой на жерде рубинда, глобалда бар, если платинум болса мынандай ақша бар деп, сол нәрсеге сеніңіздер, сендіріңіздер. Алып жүрсіз ғана 10 мыңдықтардан бір пачка қанша ақша болады? 10 мыңдықтардан бір пачка? Міне, бар мыңдақсыде. Мен платинум 35 миллион екен. Мен бүйтіп 300 мыңнан шешем ғой, неден, банктан. 300 мыңнан. 300 мыңнан шешем мен. 10 мыңдықтардан ба? 10 мыңдықтардан ба? Берсекен сенің жолыңды ала тағалам. Болады. Это, ой, сіз уже миллионерсіз ғой, уже Бағдат апа, вы что, қазір сіз сияқты өзіңіз, сестраларыңыз бар ғой, сестраларыңыз, мысалға сізді қайталайтын болса, әрқайсысы 10 мыңнан жағатын болса, бұл миллионерші болсын. Енді қараңыздар, бізге сену керек сол жаңағы екі нәрсені. Сетевик дегенде кім елестейді? Сетевик, сосын көп ақша дегенде не елестейді? Қаншалықты ақша? Если білмесеңіздер, біздің рубиновый бизнес лидердегі берілетін премияларды, сосын 25 миллион теңге рубинда берілетін премия, где-то анау алатын мелочь премияларыңызбен где-то бір 35 миллион теңгеде аласыздар, сол 35 миллион теңгені 10 мың теңгеліктен болса, қанша пачка ақша болады, и ай сайын 2 миллион теңге сізге еще келіп тұрады, сол премияларды аласыз, соның бәрін кәдімгі елестетіңіздер. Да, если білмесеңіздер, 35 миллионды 10 мың теңгеліктен қанша пачка болады деп Google-дан гуглить етіп сұраңыздар. 5 мыңнан қанша болады, соны представлять етіп, сол ақшаны сіздер көру керексіздер.
көзіңді жұмып көп ақша деген кезде 300 мыңнан шешетін болсақ, миллионың 3,5 пачка болатын болса, сол келу керек сіздерге. Кәдімгідей білдім. сол келу керек. Видите, 16 пачка, 16 пачка ақша. Ну, дұрыс қой, 20 пачка. өстіп, мысленно вы должны считать свои деньги. А бізде ақша бар, бізде міне маркетинг бойынша ақша бар. Сол жерде міне кәдімгідей көру керек. Мына 25 миллион қанша, 35 миллион, 60 миллион қанша, 10 мың теңгелікпен қанша пачка болады, қанша штук болады, деп кәдімгі көздеріңізге елестетіп, вот вы көп ақша дегенге соны, вот установка, если вы будете менять свои установки, обязательно сіздердің миларыңызды сендірсеңіздер, миларыңыз біз любой нәрсеге бірінші ми сенеді, любой нәрсені бірінші ми сызады, любой ешқандай ғимарат бүйтіп тұра салған жоқ, бүйтіп әкеп қоя салған жоқ. Бір ми істейтін адам, ми арқылы соны сызды, жасады, схемасын құрды, сөйтіп жасалды ол нәрсені бәрі, иә. Тура сол сияқты бізде де схемамен бәрі жасалады. И это все делаете вы. Вы самый уникальный, вы сами бриллиантовые лидеры мои. Почему? Потому что қаншама адам жазып жатыр маған, бүгіннің өзінде 300 адам жазды, бірде-бір адам бизнесқа келген жоқ, ал сіздер сондай мыңдаған адамдардың ішінде маған келіп отырған адамсыздар, значит, свою жизнь, свои руки берете и делаете. Бәрі у вас все получится, просто верьте в себя. Вы все уникальны, вы все бриллианты, поверьте в это. Потому что успех, мне шанс бар, успешный адамстар, шанстарыңыз бар, методика бар, технология бар. Теперь анау ұйықтай беретін ана іштеріңіздегі ботаны тұрғызыңдар. Көте тепкілеп тұрып, таңертеңнен тұрып, кешке дейін осы бизнесті жасасын. Потому что я, шынымен, каждый должен себя вытаскивать, каждый должен сильно хотеть это. И тогда получится. Потому что у нас все есть для этого, все есть. Новичоктар осындай әңгімені тыңдап атқан кезде, аналар қуады деп ойлайды да, негізі сөйтіп ойлайды. Не айтып жатыр, аурама бастар істемей ма деп ойлайды да. Мен де сөйтіп ойлағам ғой кезінде, оттаған әңгімен не миллионды айтып жатыр, өздерімен өздері лағып, қуып деп та. Қазір мен сол состоянияға келдім. На самом деле, бала состояниясында болған кезде, игра состояниясында болған кезде, күніне 300-400 балыңды өзің ақ спокойно жасайды екенсің негізі. Просто убеждение ғой, убеждайте сами себя. Сіздердің мамаларыңыз жоқ убеждать ететін. Мысалы, қараңыздар, в детстве нас убеждала наша мама, ходить учила, да? Кәмпит берді, кел, жаным, у тебя получится деп жүргізді бізді, иә? Біз анау құлаған, больно болған нәрселерді білмейміз ғой, мысалға. Жүріп кеттік, иә? Сол сияқты. А здесь мы сами себя должны убеждать. Вот убеждениеге байланысты барлық нәрсе. Себя убеждайте, можешь, сделаешь, пойдешь, давай деп, иә? Тұрғызыңыздар өздеріңізді. Оятыңыздар ана іштегі миллионершаны. Тұрсын, не қылып жатыр? Мына жақта миллиондар жатыр, мына жақта шанс бар, не қылып жатыр деймін да? Сол үшін тұрғызыңыздар іштегі миллионершаны. Тұрсын, жасасын. Все есть у нас, все. Прям сол убеждениеге байланысты. Убеждайте себя. Бізді мысалға